Армысыздар, эфирде Жаңаөзен ақпарат, студияда Құралай Леспай, алдымен аңдатпаға назар аударыңыздар. Жер 2025 республикалық командалық штабтық оқу жаттығу өтіп жатыр. Кендірлі Самал демалыс орындарына рейдтік тексеріс жүргізілді. Жыл басынан бері 91 жүргізуші мас күйінде көлік басқарған. Жаңаөзенде жасыл ел жасақтарының арасында шағын футболдан облыстық турнир өтті. 23-24 шілде күндері жер 2025 республикалық командалық штабтық оқу жаттығу өтіп жатыр. Аталған шара аясында Жаңаөзен қаласындағы азаматтық қорғаныс құрылымдарының да дайындығы тексерілді. Құтқару командалары қала сыртындағы әуежайға жиналды. Жалпы 13 азаматтық қорғаныс құрылымдарының құрамындағы 55 арнайы техника мен 201 адам бір қатар бойына сап түзеді. Олардың арасында бұрғылау жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің шұғыл қимылдайтын отряды да бар. Оның құрамында 4 техника мен құрал саймандар және 10 адам бар. Жан-жағынан дайынбыз, мысалға мекемеден, мысалға бір домқыратта керек болып қалса, бір енді Құдай сақтасын, бір үйлер құлап жатса, тағы бірдеңе апаттық жағдай болып жатқан кезде, мысалға 25 тонна көтеретін домқыраттарымыз бар, мысалға. Одан да басқа да қайшымыз бар, болгарка дейді, анандай токсыз жұмыс жасайтын. Сондай құрал саймандар біз өзімізде бар. Бұл енді тек қана қалаға емес, жұмыс бабында да кейде біз өзіміз пайдаланамыз. Құтқару бір авариялық жағдай болып қалады, кейде бір оңғыманы қазып жатқан кезде, сол кезде сондай құрал сайман әр уақытта дайын бізде. Мекемеде өзінің жоспар бойынша мына акиматпен, облыс әкімімен, қала әкімімен төтенше жағдайлармен келіскен бекіткен схемамыз бар. Сол бойынша өткіземіз. Олардың дайындығын Маңғыстау облыстық төтенше жағдайлар департаментінен келген өкіл мен қала әкімінің орынбасары тексеріп шықты. Құрал жабдықтардың қолданылу тәртібіне дейін назар аударып, құрылымдар басшыларына отрядтардың міндеттері туралы сұрады. Тексеруден кейін оларды жинап, орын алған олқылықтарды жою керектігін ескертті. Оқу жаттығуының шеңберінде дабыл 101 бойынша көтерілді, барлық қызметкерлер қатысты. 100% толықтай қатысты. Бірақ кейбір қызметтерде ескертулер болды. Өзіңіздер біліп тұрған шығарсыздар. Противогаздың қалай киілуі, қалай тағылуы және пакеттен шығарылмаған көбінесе. Әлі де солаймен тұр. Сондықтан біздер әр жағдайға дайын болу керекпіз. Анықталған кемшіліктер бойынша сол бойынша ары қарай жұмыстанамыз. Ертең арнайы техникалар жоспар бойынша темір жол арқылы жер сілкінісі болған өңірге жіберіледі. Сәбит Ұлықпан, Бақытжан Ахметұлы, Жаңаөзен ақпарат. Кендірлі Самал демалыс орындарына рейдтік тексеріс жүргізілді. Жаңаөзен қалалық төтенше жағдай бөлімінің қызметкерлері жазғы суға шомылу маусымына байланысты демалыс базаларының дайындығына, қауіпсіздік ережелерінің сақталуына көз жеткізді. Теңіз жағасында 10-ға жуық шағын демалыс орны бар. Басым бөлігінде құтқарушылар жасағы, құтқару кеудешесі жоқ. Осы олқылықтарды жою бойынша ескерту жасалды. 19.07.2025 жылы Жаңаөзен қаласы төтенше жағдайлар бөлімі Каспий жағалауындағы Кендірлі және Самал демалыс базаларында ауқымды рейдтік түсіндіру агитациялық жұмыстар жүргізілді. Оның барысында суда қауіпсіздік сақтау, балаларды көбісінше өзекті мәселе, баланы жоғалтпау, қараусыз қалдырмау және қайықтарға, үрілмелі саппорттарға және басқа да көлік құралдарына желесіз отырмау. Оған бағынбаған жағдайда әкімшілік құқық бұзушылықтың 412 бабы бойынша хаттама толтырылуда. Осы жылы өкінішке қарай 2 жасөспірім суға батып кетіп, соңы қайғылы жағдаймен аяқталған. Сондықтан мамандар балаларды қараусыз қалдырмауға, суға арналған құралдарды ережеге сай қолдануға кеңес береді. Айта кетейік, мұндай рейдтік іс-шаралар әр апта сайын өткізіліп отырады дейді төтеншеліктер. Ал демалыс орындары қаншалықты санитариялық талаптарды сақтайды? Теңіз, бассейн, жаз маусымындағы көпшілік жиі жиналатын демалыс орны. Сондықтан мұндай қоғамдық орында санитариялық талаптарды сақтау өте маңызды. Теңіз жағалауында маусым басталарда таза құм төселуі керек. Қоқыс жәшіктері мен әжетханалар орнатылып, тазалығы сақталуы қажет. Ал бассейнге түсерде міндетті түрде душ қабылдап, жүзуге арналған арнайы киімдерді кию керек. Санитарлық ережелерге сәйкес зертханалық зерттеу сынамасы жасалынып, арнайы дезинфекциялық сұйықтықтармен жиі зарарсыздандырылуы тиіс. Мұның барлығын бассейн әкімшілігі қадағалауы керек дейді санитариялық эпидемиологиялық қадағалау басқармасының басшысы. Міндетті түрде олар бассейндерге, жабық бассейндерде, мысалы айта кететін болсақ, өзінің жаңағы әр ерлерге, әйелдерге арналған киініп шешінетін бөлмелері, санитарлық тораптары, сонымен қатар жаңағы
әрі жеке адамдарға арналған шкафтармен қамтамасыз етілуі керек. Міндетті түрде дезинфекциялық ерітінділерді сақтайтын бөлмелермен қамтамасыз етілуі керек. Ол жерде әрбір жаңағы судың өзі дезинфекцияланып залалсыздандырылып отыру керек. Және де әрбір есіктің тұтқалары, барлық мына лежактар, соның барлығы да жаңағы дезсредстволармен өңделіп отыру керек. Жаңағы күн сайын немесе жаңағы уақыты біткеннен кейін немесе үзілістің уақыттарында міндетті түрде жаңағындай дезсредствомен өңделіп отыру керек. Су өтетін негізі бұл жаңа көптеген ауруларды әкеліп соқтырады. Соның ішінде холерағының және де басқа да терінің ауруларына әкеліп соқтыруы мүмкін. Жаңаөзенде жыл басынан бері 91 жүргізуші мас күйінде көлік басқарған. Олардың 81-і бұрын жүргізуші куәлігінен айырылғандар. Ұсталған жүргізушілердің барлығы 15 тәулікке әкімшілік қамауға алынып, 7 жыл көлік жүргізу құқығынан айырылған. Құрметті Қазақстан Республикасының азаматтары, мен Жаңаөзен қаласының тұрғыны, мас күйінде көлік жүргізіп, қалалық полиция қызметкерлеріне ұсталдым. Қала халқы менен жүргізушілерге айтарым, еш уақытта мас күйінде көлік жүргізбеуді айтамын. Көлік жүргізбеулеріңізді өтінемін. Егер де бұл мас күйінде көлік жүргізу болса, бұл қылмыспен қылмыс болып есептеледі. Яғни қылмыстың өтеуі жаза. Егер көлік иесі жүргізуші куәлігінен айырылып рөлге қайта отырса, қылмыстық жауапкершілікпен бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған. Мас күйінде көлік басқару тек заң бұзушылық емес, сонымен бірге басқа адамдардың өмірі мен денсаулығына төнген қауіп екенін ұмытпаған жөн. Бірақ қолданыстағы шараларға қарамастан жүргізушілер әрқашан ережелерді сақтамайды. Мемлекет басшысы жариялаған заң және тәртіп қоғамда құқықтық мәдениетті арттыруға бағытталған маңызды шара. Бұл қоғамдағы әр адамның құқыққа және тәртіпке деген көзқарасын қайта қарауға арналған үлкен мүмкіндік. Тәртіп сақшыларының айтуынша, мас жүргізушіге жол жүрісі қағидаларын сақтау қиынырақ. Олар тежегіш пен газ педальдарын шатастырады. Белгілерді, бағдаршамды, жаяу жүргіншілерді басып озу маневрін жасаған және қарсы жолақта келе жатқан машиналарды көрмейді. Кейде оларды мүлдем елемейді. Дәл осындай жағдай есірткіге мас аю жағдайында да өте көп болады. Мұның бәрі жол көлік оқиғаларына, соның ішінде өлімге әкеп соқтыру мүмкін. Райымгүл Махамбетова, Бақытжан Ахметұлы, Жаңаөзен ақпарат. Жасыл ел кап 2025 осындай атаумен Жаңаөзенде жасыл ел жасақтарының арасында шағын футболдан облыстық турнир өтті. Биыл алғаш рет қолға алынған бастаманы қалалық жастар ресурстық орталығы ұйымдастырды. Рахмет Өтесінов атындағы дене шынықтыру сауықтыру кешенінде ұйымдастырылған турнир тартысты өтті. Жарысқа Қарақия, Мұнайлы, Маңғыстау ауданынан және Жаңаөзеннен 4 команда қатысты. Футболдан турнирде жарыс өткізіп жатыр, жоғары деңгейде өтіп жатыр. Одан да келесі жылы одан да жоғары деңгейде өтсін деген тілек ниетіміз бар. Мына жасыл ел сарбаздар арасында Мұнайлы ауданы бойынша бізде 340 бала 2 ауысым бойынша жұмыс жасайды. Жасыл ел сарбаздар арасында салауатты өмір салтын сақтау мақсатында әртүрлі іс-шараларымыз өтеді. Оған айта кететін болсақ, волейболымыз бар, футболымыз бар, эстафеталық жарыстарымыз бар. Барлық жастарды бұйырса келесі жылы жасыл ел сарбаздар арасында қосылуына шақырам. Жарысты өткізіп жатқан Жаңаөзен жастар ресурстық орталығына рахметімді айтамын. Жасыл ел жасағы маусымның 4 күні өз жұмысын бастады. Қазір 2-ші ауысымның жастары қаланың көгалдандыру мен абаттандыру шараларына өз үлестерін қосып жүр. Әр жұмыс күні аяқталғаннан кейін жастарға кино кештері ұйымдастырылады. Ағылшын, түрік тілдері тегін үйретіледі. Осы турниріміз енді алғаш рет Жаңаөзен қаласынан бастап жатырмыз. Енді алдағы уақытта келесі жылы тағы басқа өңірлерден күтеміз бізді шақыртатын шарды. Бұл шараның мақсаты жастарды, жасыл ел жасақтарын тек қана жұмыс жасап қана қоймай, жастарды спортқа баулу. Ең танымал спорттардың бірі осы футбол бізде. Сол себептен барлығы ойнап біледі, бәрі ережелерін біледі. Сол себептен біздер футбол таңдап осындай шара ұйымдастырдық. Жарыс қорытындысы бойынша бірінші орынмен 120 мың теңгені Мұнайлы ауданынан келген команда жеңіп алды. Екінші орынмен 100 мың теңге қаржылай сыйлық Маңғыстау ауданының жастарына бұйырды. Үздік үштікті Рахат ауылының жасағы толықтырып, 80 мың теңгені місе тұтты. Жеңімпаздарға арнайы сертификат пен кубок табысталды. Сәуле Жолманбет, Шыңғы Шамболатұлы, Жаңаөзен ақпарат. Әріптестерінің бүгінге дайындаған ақпарат легі осымен тамам. Мамандықты жүздескенше.